Соттатам сенің балаңды. Ей, топас! Сен басың сыйма жоқ па? Ой, мама, сіз білмейсіз ғой не болып жатқанын. Жексұрын! Мен сені бұндай бала деп ойлап жүрген жоқ едім. Көтіңді айырамыз. Ал, рахатыңа жарат. Артық кеттім деп ойламайсың ба? Артық кеттің? Жоқ, нормально. Зор жарасып тұр саған. Аз ба деп тұрмын. Давай, осылай жатып ақша істе. Молодец. Бұйырсын. Ну, смотри. Көзіңде осындай жағдайға түсіп қалма. Қайда жүрсің сен? Тірліктермен. Не тірлік ол бітпейтін? Бізде көріп жүрсің қандай проблема болып жатқан. Қандай проблема ол тағы? Әлде басқаша проблема болып жүр ма? Мысалы, қыздар деген сияқты ма? Сен немнеге өтірік қызғануды шығарып аласың? Или менімен 4-5 жыл жүрдің ба? Сені қызғану үшін не обязательно 4-5 жыл жүру керек па не? Иә, 4-5 жыл жүру керек. Еще қызғануға болады деген документің болу керек. Түсіндің ба? Сен неге осы менен қаша бересің? Әлде шынымен біреуің бар ма сенде? Иә, жесеңдерші барлығыңмен жеп тауыстыңдар. Осы сен отбасыны сәл ойлайсың ба кішкене? Осы екі қабат ауыз сәл көңілін аулайын деген нәрсе бар ма сенде? Әлде сенде ғана проблема бар ма? Я, не дейсің? Менде ғана проблема бар. Көке, не істеп жатсың? Не болды балам? Көзіңе қарамайсың ба? Не болды дейді, 2-де 1 болдың. Байқамай қалдым үнді. Байқамағанды қарамайсың? Әкімде адамға сонша дегенде. Әкем жоқ менің, қарап жүр көзіңе. Заман-ай. Не болып барады адамдардың бағы? Досты биосақ бердік іші ба? Берші бұрттайық. Ұрттайық бұны, мына жаққа кеп тұрмын ғой мен тамыр. Қойшы қызғана өрмей. Қызғанғанда тоймайсың ма бірдеңесің ғой сен өзің. Осы жат сен ауырып, саған ақ берейік мына жаққа. Құдай сақтасын. Просто ертең даже больницада бір нанды бөліп ішегенімізді айтып жүреміз да. Өздерің шеріңдер. Мен қарным тоқ. Итак ана шкафтың ішінде біраз нәрсе бар, жеп жатқан жоқпын. Қойшы, не бар? Жуынды бар жейсің ба? Аузың айыр жиремей. Тоймайсың ғой всегда сен жүрген жерінде ше. Бір елімізде көп қой жейтіндер. Сен тойшы хотя бы. Неге ішсін ана жақ. Осы қашан көзің сасылып жатыр бұл жерде. Бір нәрсе өзің орнында тұрмайды олардың ше. Тыныштық па? Не болды? Сонша ашулысың ғой. Тамақ дайын бар. Қазір дайын болады? Дайындашы тамағымды. Қазір дайын болады дедім ғой. Неге дайын емес? Қашан осы үйде бірдеңе өз уақытысында дайын болады? Сабыр сақтасайшы. Келінің аяғы ауыр екенін өзің де білесің ғой. Ештеңеге үлгеремей жатыр ғой. Үлгере алмаса сен неге жасамайсың өзіңіз, а? Шай. Енді келін тұрып мен істейін бе енді? Молодец. Жүре берсін сенің тірлігің, менің тірлігім де осы үйде. Жетіскен екенсіңдер. Мұнан бір бәле түрткен бе? Енді келін тұрып мен істейін бе? Өзінше келін сөзін сөйлеп қапты ғой жүде. Не істеп жатыр едім жай өзімді. Құдай, тамақ деп есім шығарды ғой жүде. Охо. Джони? Ау. Бұл кісі кім болды? Бұл кісі осы жерге жаңадан келген қызметкер ғой. Алтынайдың орнына келді ғой. Хош? Иә. Не болды? Нәпсің оянды ма? Жоқ, бұлай нормально екен да негізі. Қойсай, үйленгенің кеше ғана ғой. Кеше папашың туған күні болды, есімде. Жалпы айтып жатырмай, прям ой түсінбеші. Бір ай болып қалды ғой, қандай енді.
Ой, негізі үйленген адам ондайдың бәрін қою керек қой, Жасик. Хош? Вообще екен. Егер мен үйленетін болсам бар ғой, Жасик, бүкілін удалить етем. Инстаграмда жеке айтып тастап етем. WhatsApp'та бәрін черный қатқан. Әйеліме адал боламын ғой мен. Сондай болу керек, Жасик. Үйленгенге дейін сөйтіп айтасың ғой негізі. Бірақ ана номерін удалить етсең де телеграмнан шығып қалып жатыр ғой бәлелер. Қарнасына жұмысқа біраз болды келмеген. Танысып қояйық. Есіміңіз кім? Альбина. О, Альбина деген күшті ат. Мен Жасик дей берсеңіз болады. Демесем ше. Демесем? Демесең қалай болады? Қалжыңдап жатқаным ғой. Қалжың ба? Иә. Болды. Қалжың болса көтереміз ғой сіз сияқты қалжыңдарды. Сол. Қалжың дегенде жоламаса вообще сен. Альбина. Саламатсыз ба? Барлығы жақсы ма сізде? Иә, жақсы күшті. Бірақ сіз сұрағаннан кейін одан да жақсы болып қалғандай. Олай кинодағыдай сөздерді айтпай қойсаңыз болады негізі. Енді өзіңіз кинодағыдай қыз болып тұрсыз ғой. Жарайды, уколға дайындала беріңіз. Қарындас, укол емес, қазір сақ біттіңіздер ғой. Дұрыс қой, енді тағы да саламыз. Но бұл жолғысы сәл андай ашылау болады. Мейлі. Сіз не салсаңыз да көнеміз ғой. Тіпті ұл салсаңыз да. Ой, жаным. Қатты ауырды ма? Вообще ауырған жоқ, просто укол салғанда өйстіп әндететінім бар да. Қолым қалай, жеңіл ме екен? Қолыңыз жеп-жеңіл екен, әрі жылдам екен ғой қолыңыз. Жарайды, жақсы демалып жата беріңіз. Қолың жеңіл ме? Тастай қол, тастай. Амна точно усап жүрген жоқ па, Алтынай, сен осылай жата бересің ба? Атаң жұмыстан келді, қарны аш. Сен жатсың мынау рахаттанып. Мама, шамам келмей тұра алмай жатырмын. Сен қашан шаман келіп еді? Қашан көрсең аурасында жатасың? Өтірік ауыр жатсың ба, рас ауыр жатсың ба? Бір Құдай білсін. Мама, енді өтірік айтпайтын шығармын. Болды, көп сөйлемей тұр енді. Кішкене басыңды көтеріп тұрсайшы, күйеуің жатыр аяқта сотталайын деп. Қашан қарасаң жатасың, болмаса шоска шұқылайсың. Бізге де жаның ашсын да? О, Құдайым-ай, көмектесші маған. Қиналып кеттім ғой. Мура, арыз жазған емес? Не тірлік анау, қойсайшы. Сонда не істеуім керек енді? Бала көзден бірге өскен дос емессіз ба? Ұят қылма тірлігің, ал арызың. Сен соның сөзін сөйлеп келіп тұрсың болсың ба? Бара берші, бір кетші. Шындық жақпай ма сонда саған? Өзің алтын ұрлапсың. Еще арыз жазып. Мақсатың не сонда, оңай жолмен ақша табу ма? Сендер ақылсыңдар ғой. Мен қиналғанда қайда болдыңдар? Не істеп қиналдың сен? Дала кезі бәшейін ауа жүріп жүрген үшін қиналып жүрсің ба? Сен сияқты жалқау, еріншек, жұмыс істемейтін адамдарға біз сияқты достар түгіл, туған туысқандар да көмектеспейді, білесің ба? Барлығың ақылсыңдар. Мен ғана ақымақпын, Мен қиналып, азын-аулақ ақша сұрап едім. Барлықтарың бастарыңды алып қашыңдар, ойбай, жоқ деп жан-жаққа. Құдай адам қолына қаратпасын. Сен осы уақытқа дейін азын-аулақ деп қанша ақша алып тастадың уже? Еще біреуін қайтармайсың. Содан кейін кім береді саған ақша? Кетші басым қатырмашы. Ойлан. Басың тістеп, дұрыстап ойлан. Дұрыс емес сенікі.
Қайда ана бала? Келген жоқ әлі. Не істепті? Сөйлесіп ана баламен? Арыз жазба десең 5 миллион бер депті. Не? Сол балаңды дос дейді ғой. Екеу бала кезінде екеу бірге өсті. Ойнап, күлді. Енді келіп, шешесі тура өзі сияқты екен, бет бақ. Зор болды ена бе. Көз ашылып қалды кәдімгідей. Осыдан бір темекі болса да енді. Темекі болса емес, счет төлейтін ақша болса деп айт. Ақша жоққа қайтып береміз ана. Қайтып төлейміз деген есе? Кәсіпкерліктен төлейміз, смело жүре бер деп отырған ғой оны. Смелосын, смело кәсіпкерлік қабылдамайды екен ғой бұл жақта. Бля, сен қандай адамсың ей? Басын айтпайсың ба соны? Өзім қазір білдім ғой. Басын айтпайсың деп нетпеші еді. Не істейміз енді? Не істеген сол өзіміз әдеттегідей жай нетеміз, ыңғайланып. Тағы да қашамыз ба? Мен қашпаймын. Азу керек та адам сол үшін. Домалақ болып отыра бермей. Суым ішіп алайын қазір, тамақ кебет қазір, мұңмен жүгіру керек қазір. Мен тұрдым, отыра берсімізін. Өз батам өзіме кеттім. Тоқта, тоқта, Бол, брат. Қақаш баратсың, Төлейміз. Төлейсің, жүр бол. Дос, тебе бергілі. Дос, бергісі. Бергілі. Далбай, бля, далбай. Шешеңнің малсың ғой, жайсың, мал, бля. Далбай, просто далбайсың ғой сен шеше. Неге өйткені сен тупойсың да, тупой шеше. Тупой, бля. Ойладың ғой сен, ақылдысың ғой жеде шеше. Қалтаңдағы ақшам бәрін 4-5 есе көтеріп аласың. 10 миллионның бәрін құтылып тастайсың, далбан. Фу шеше, шак, бля. Бля, не істедім мен, Кинода қадай адыш қос болған шекемізге. Сен кесірің ше. Айттым саған қашпай қойып деп. Позор болды ғой, позор. Сен кесірің дегеніз? Сен ғой? Добалдай болып қашамай болған. Ана жүгіріспен таспаға жетіп алады ғой саған. Негізі ше, ыстатпай кетеді ме ана қабыққа ше. Бірдеңеге қатысқан ба сол ше. Жетіп алды ғой әдімдей. Еш белеге қатыспаған. Сен ана жүгірісің бар, тура ана түсте біреудің қашамай атасың ғой кәдімше, ұйықтап жатқан кезде. Тура сол сияқты ғой. Түсте қарашы да оянып кетесің түсіңде. Сен деген ана жерде ұсталып қалдың ғой. Негізі жас кезде ше, қандай қатты жүгіретініне қой, жеткізбей кететін ғой, милицияларға жеткізбей кететініне қой айтшы. Бала кезден осындаймыз ғой, тамыр. Бала кезде андай болған ба, жас кезде деме қойшы. Армандай бермей, жосай атысты, қайтай бермейді. Шаршап кеттім ей. Каспия жер, зор жер бар білем, жағы барамыз бөлі. Қоймыз анда. Тағы қашып көреміз ба? Жүш ба. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах. Аллахумма анта салам, ва минка салам, табарак раббана. Я зал жалал ва икрам. Я Рабби, я Аллах тағала. Оқыған намаздарымызды өздеріңді қабыл ете көр. Іліп тәуілме пенделікпестен қылғанымызды кешір көр, Аллах тағала. Я Аллахым, елімізде отқан адамдардың жүрегіне иман бер, Алла тағала. Әлемде отқан мұсылмандарға, азап шегіп отқан мұсылмандарымыз Алла тағала өзің пана бола көр. Өзің жәрдем ете көр оларға, Алла тағала. Я Раббым, біздерге Алла тағаланың берген сынақтарында өзің қайырын бере көр, жеңілін бере көр, Алла тағала. Отбасыма, балаларымның амандығын бере көр. Басына түскен қиыншылықтардың жеңілін бере көр, Алла тағала. Я Аллах, бізді өзің тоғыр жолына адастыра көрме. Раббана атина фи дуния хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва қинна ғазабан нар. Амин. Аллаху акбар.
тыныштық па? Күйеуге тиіп өмірім жақсарамаз деп ойлап едім. Барлығы керісінше болып жатыр. Сонда сен маған тұрмысқа шыққаныңа өкінесің ба? Мен саған сеніп, өз үйдегілеріме айтпай, сенмен бірге осы жерге келдім ғой. Бұрында жүкті әйелдерді көрген кезде қызығатынын, қайдан білейін осындай олардың барлығын. Алтынай, өтініш кешірші, мен бүгін қатты сөйлеп қойдым саған. Мен бұлай қиын болып кетеді деп ойламадым. Кешір, бұл сынақ өтеді де кетеді. Әлі барлығы жақсы болады. Жүкті болғанда қатты қуанып едім. Бұйыртса баламды дүниеге жақсы көңіл күймен алып келем деп. Жақсы көңіл күймен алып келесің, уайымдама. Барлығы жақсы болады, шынымен. Не жегің келіп отыр, айтшы. Любой затыңды алып келем қазір барып. Жоқ, қоя бер. Жоқ, қоя алмаймын. Айт, алып келем. Қарбыз жегім келіп тұр. Қарбыз? Дарбызда, я? Біздің үйдегілер дарбыз деп айтады да. Болды жаным, қазір. Жерді қазып болсын алып келем сен үшін. Болды, сәл шыда, я? Қазір алып келем. Бұл не болып кетті? Шынымен дарбыз барлық жерде бітіп қалған ба? Тәліп іштеніп кетемін өзімде. Ойбай, қазып аламын, любой жерден бұзып кіремін деп. Табы енді ал.